Есен Ақберен, 2 сынып оқушысы. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты, қора толған қойлар болыпты. Матау өзі бай болыпты, қора толған қойлар болды. Толған түйелер болыпты, өріс толған жылқылар болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Ел малын алысқа торға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы соның ішінде кетіпті. Бір қыстың азығын алып, кемпірі мен Ерназар үйінде қалып, Ерназардың 8 ұлы сол кеткеннен хабарсыз кетеді. Айлар өтеді, келмейді, жылдар өтеді. Тамақ таппайы кемпірдің күйеуінің орнына тұруға әлдер әрен келеді. Бір күні кешке жақын кемпір төсегін тұрып үйінің түндігін ашады. Мұратқали Нұрхан, 2 сынып оқушысы. Ерте заманда Ерназар деген кісі болыпты. Ерназардың өзі бай болыпты, қора толған қойлары болыпты, матау толған түйелері болыпты, өрісі толған жылқылары болыпты. Ерназардың 8 ұлы болыпты. Бір жылы үлкен жұты болып, ел малын алысқа отарға айдап кетіпті. Ерназардың 8 ұлы соның ішінде кетіпті. Бір қыстан азығын алып, кемпірі мен Ерназар үйінде қалыпты. Ерназардың 8 ұлы сол кеткеннен хабарсыз кетеді. Айлары өтеді, келмейді, жылдары өтеді, келмейді. Ерназардың азығы таусылады, ашығады, жейтін тамақ таппайды. Кемпірі мен екеуінің орнынан тұра